Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осы ерлі ертегілердің ішіндегі басты кейіпкерлермен сұхбат алатын боламыз. Ал кеттік. Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар? Кеше біз тыңдаған Тұмарбас батырдың ерлігіне тәнті болған едік. Иә, Тұмарбас батырдың ерлігі нағыз өжет ерге тән қасиет. Батырлық ел үшін күресте көрінетін сын. Ал бүгін бізге әжеміз тағы да бір қызықты хикая айтып бермек. Ол Шахидзаман батыр өткір қылышымен Айдаһардың басын шапты деп басталатын тағы бір қызықты хикая. Ол оқиға менің ең үлкен сындарымның бірі. Айдаһармен айқасу тек күш емес, жүрек пен жігердің де сынағы. Рас айтасыз, батыр. Бұлар әжеміз оқыған хикая бізге тәртіпті болуға көмектеседі. Ендеше тыңдарман қауым, ертегіні тыңдауға дайын болыңыздар. Елі мен халық үшін күрескен батырлар тарихы ешқашан естен шықпайды. Ендеше 4 сынып оқушысы Кәкежанова Айзеренің дайындаған Шахидзаман батыр ертегісін бірге тыңдайық. Мен қызықты ертегі тауып алдым, оқып берші. Ертегі оқиық. Қойып тұрар. Сосын қараймыз. Шахидзаман батыр деген. Шахидзаман батыр. Мынаны қоғат ба? Сен батырлар туралы жақсы өзің сенде? Ал тыңда енші, Ерте заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың Шахидзаман атты жалғыз ұлы болған екен. Бір күні бала далада ойнап жүреді, көршісі балық аулайтын алдын шатасқан жерлерін тарқатып отырады. Шахидзаман балалармен жүгіріп келе жатып әлгі алтын жіптерін байқамай үзіп кетеді. Сол кезде оған ренжіген көршісі: "Ей Шахидзаман, ойын қуып текке еріккенше ханның зынданында жатқан екі ағаның құтқарып алмайсың ба?" дейді. Мұны естіп Шахидзаман ойын сан-саққа жүгіреді. Оларды хан не үшін зынданға тастаған, оны маған әке-шешеме неге айтпаған? Осындай сансыз сұрақтардың шырмауында кешті батырып ақыры үйіне келеді. Келсе әкесі етік тігіп, шешесі бір көне көйлекті жамап отыр екен. Олар оның жабырқаған жүзін көріп: "Балам, саған не болған?" деп сұрайды. Бірақ Шахидзаман ешқандай жауап бермейді. Ертеңгісіне ол тағы балалармен ойнауға далаға шығады. Сол кезде жолда оған көзі шүңірейген, белі бүкірейген, бет-жүзі шимай әжім басқан қария кездеседі. Қария шелекпен су әкеле жатады. Шахидзаман оған келіп сәлем береді де суын көтерісіп үйіне жеткізеді. Ол кісінің қызы да ұлы да жоқ екен. Әңгімелесе келе қария Шахидзаманның әкесін танитын болып шығады. Ол енді Шахидзаманға ақылын айтады: "Балам, сен босқа жүрме. Осыдан көп жыл бұрын сенің екі ағаңа осы елдің атақты ханы Ыбырайым алтын киікті тауып әкелуге әмір етті. Бірақ ағаларын біріне шайып жүріп, азып тозып алтын киікті таба алмай келді. Сонда хан олардың терең зынданға тастады. Бірақ олар әлі тірі. Сен енді сол ағаларыңды құтқар, дереу іске кіріс" дейді қария балаға. "Ағаларым аты кім?" деп сұрайды Шахидзаман. "Үлкеннің аты Ерназар. Ерназар деген десе неге нағыз ер болатын. Ал кіші ағаның аты Байназар." Сөйтіп Шахидзаман хатпен қоштасып, оған көп рахметін айтып үйіне кетеді. Жолай өз-өзіне ызаланып: "Осы уақытқа дейін ағаларым туралы неге білмедім? Мен оларды құтқаруға міндеттімін. Егер құтқармасам, Шахидзаман атым құрысын" дейді. Бала үйіне келіп болған жайды әке-шешесіне баяндап береді. Сөйтіп ағаларын құтқаруға ата-анасынан рұқсат алып тәуекел жүріп кетеді. Сарайға келсе хан қақ төрде алтын тақта отыр екен. Ыбырайым хан балаға миығынан күліп: "Ей бала, сен маған қандай шаруа айтпақсың? Не үшін келдің бұл жерде? Әлде мені мазақ қылып келіп тұрма?" дейді. Осы кезде Шахидзаман ханға ерлік тағзым етеді. "Тақсыр, сабыр етіңіз, мен бұл жерге сізді мазақ ету үшін келіп тұрғаным жоқ.
сізде шаруам бар дейді. Ендеше айта қой шаруанды, біз тыңдайық. Бала әңгімесін жалғастырады. Менің атым Шахид Заман. Осыдан көп жылдар бұрын сіз екі ағамды алтын киікті тауып әкелуге жұмсапсыз. Олар таба алмай келген соң зынданға тастапсыз. Мен сізді алдыңызға ағаларымды құтқару мақсатымен келіп тұрмын, деп келу себебін айтады. Хан балаға: сол алтын киікті тауып әкелсем, мен сен екі ағаңды босатамын. Оған қоса саған өз қазынамның үшеуіне жететіндей байлық берем. Ал таба алмасаң, сені дарға тартқызамын, дейді. Шахид Заман ханға келісімін беріп жүріп кетеді. Бір күні оның алдынан бір ақ сақалды қария кездеседі. Қария баланың жұмысын түсінген соң былай дейді: ол жануар осы жерде 2 айлық жерде. 2 ай жүріп отырып, сен бір үлкен шаһарға кезгесін. Ол шаһардың ханы Көбен хан деген болу керек. Сол ханның оң жағында сен іздеген алтын киік, сол жағында алтын құс бар. Сен ханның алтын киік сұра. Ал егер бермесе, сіз қалайсыз деп сұра. Сонда ол саған: бір жаман қауіптен менің елімді құтқар, дейді. Сен оған аттанасың. Ал балам сау бол, жолың болсын, деп ақсақалды қария кенеттен ғайып болады. Бала ұзақ жол жүріп әбден шаршайды. Ол 2 ай дегенде Көбен ханның сарайына келеді. Бұл кезде хан алтын киіктің сабызған үнмен тұғырында билеп отыр екен. Киік билеп тұрған болған соң хан Шахид Заманға сөз береді. Шахид Заман басынан өткен жайды бәрін ханға баяндайды да, ағаларын құтқару үшін алтын киікті сұрап келгенін айтады. Бірақ Көбен хан: мен саған алтын киікті босқа бермеймін. Егер мені бір алпауыттан құтқаратын болсаң ғана бере аламын, дейді. Жарайды, онда дереу іске кіріс. Осыдан айшылық жерде жалғыз басты айдаһар бар. Айдаһар көп жыл бойы менің халқымды, сан мыңдаған малдарымды және былтыр маңдайға біткен жалғыз ұлымды күйіп кетті. Соны өлтірсең, киік сенікі. Сөйтіп хан Шахид Заманға жолға керекті заттарды дайындап береді. Бала жүріп кетеді. Ол 1 ай жүріп айдаһардың мекеніне келеді. Оны ұйықтауын күтіп бір үңгірге жасырынып жатады. Бірақ айдаһар да адам барын сезіп жатпай қояды. Ол Шахид Заманның үңгіріне келеді. Осы кезде күтіп отырған Шахид Заман қылышын алып айдаһармен айқаса кетеді. Бірақ 10 айлықпен берілетін айдаһар ма? Ол да сайын ызалана түседі. Осылайша бұлар 2 күн 2 түн арпалысады. Ақыры Шахид Заман өткір қылышымен айдаһардың басын шауып түсіреді. Сөйтіп ол айдаһардың басын алып Көбен ханға келеді. Көбен хан оған алғысын жаудырып, алтын киікті береді. Шахид Заман енді батыр атанып өз еліне жүріп кетеді. Ай жүріп, апта жүріп хан сарайына келеді. Ибраим хан алтын киікті көріп, үлкен той жасап Шахид Заманның 2 ағасын қайтарып береді. Осылайша Шахид Заман аңсаған арманына жеткен екен. Ал енді Шахид Заман ағаларының аты кім еді? Кімді іздейді ол? Ол 2 ағасын іздейді. Аттары кім? Ерназар мен Байназар. Ол ағаларын таба ма? Жоқ, ол бір ханға келеді. Апа, ол ханға не үшін келді? Ол ханға не үшін келді? Енді сен оқыдың ғой, айт маған. Ол ханға ағасын қайда деп сұрауға келді. Молодец, жарайсың. Ақырында ол ағаларын не істейді? Тапқызық келеді. Бірақ хан оған айтады: көп жыл бұрын мен оларға алтын киікті алып келді деп айттым, бірақ олар таба алмай келді. Сондықтан мен оларды ол киікті тауып береді, ақыры өз ағаларын құтқарады. Ұнады ма ертегі сендерге? Иә. Саған ұнады ма балам?